Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Төреғали жүргізуші куәлігін жоқтап өлең шығарды. Белгілі әнші, эстрада жұлдызы Төреғали Төреәлі бостандыққа шыққаннан кейін алғаш рет әлеуметтік желідегі парақшасына жазба жариялады. Оның жазбасы өлең шумағымен өрілген. Ер жігіттің жарамас жылағаны, ештеңе етпес сүрініп құлағаны. Орнында бар оңалар бәрін қойшы, праваны айтсайшы, праваны, делінген әншінің парақшасында. Желі қолданушылары Төреғалидің жазбасына әртүрлі пікір қалдырған. Праваны қойшы, ата-ананың ауырған жүрегімен абыройды айт. Балалар ес білгенде, ондай анда-санда боп тұрады. Төрешті бәрібір кешіргін кеп тұрады. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Ең бастысы аман бол. Кәусардай алтының бар. Тоғжандай асылың бар. Толқындай жақұттың бар. Тілеулес қазағың бар. Ақ төреш, бауырым, амансың ба? Хейтерлерге онсыз да жамансың да. Қандай жағдай болмасын уайымдама, әрқашан қолдар қазақ бар қасыңда, деп жазды олар.